Сәлем, менің есімім Дидар, мен контент мейкермін. Дәл қазір мен өзім жұмыс орнымда отырмын, ал мынау болса менің компьютерім. Давайте осы компьютерге обзор жасайық. Дәл қазір бұл компьютерде Core i5 9400F процессоры орналасқан. Ал материнский плата H310M. Видеокарта бұл жерде гигабайт GTX 1660 Super. 500 гигабайт SSD, 2 терабайт HDD орналасқан. Және де бұл жерде 32 гигабайт азу тұр. Негізінен бұл компьютер средний компьютер болып табылады, өйткені Core i5 және де 1660. Одан кейін материнский платада әрі қарай өсуге ондай қатты мүмкіндік бермейді. Яғни өсу деп отырғанымыз процессор ауыстыру, я болмаса более мощный видеокарта салу. Бір сөзбен айтқанда средний. Бұл компьютер жұмысқа арналғандықтан бұл жерде барлық керекті программалар бар. Adobe Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, Photoshop, Lightroom, Classic барлығы бар. Даже DaVinci Resolve та бар. Бұл жерде 3D графикамен де, видеомонтажбен де айналыса беруге болады. Достар, бұл менің жұмыс орнымдағы компьютер, ал егер де сендерге өзімнің жеке компьютерім қызық болса, лайк басып, комментарий жазайық. Келесі шығарылымдарда мен өзімнің жеке компьютерімді көрсететін боламын. Кеудемесіңдір көк шөптің түтіні, болу керек еді мен бір күні болса.